Достар, тағы да барлықтарыңызға сәлем дегім келеді. Мені тыңдап отқандарыңызға өте қуаныштымын. Енді көпіңіз сұрайтындай, финансовый код, яғни қаржылық кодты қалай шығарамыз, ең актуальны сұрақтардың бірі нумерологияда. Оны біз туған күн, ай, жыл, яғни дата рождениемен шығаратын боламыз. Менің, мысалға, финансовый кодымды былай шығарамыз. Енді әрқайсыңыздың туған күндеріңізді жазасыздар бұл жерде. Менде 08-1997 болып тұр, Так, бірінші цифр финансовый кодтың алғашқы саны, ол менде 8 болып табылады. Өйткені менде 0 мен 8-ді қосқан кезде 8 шығады, Мына жерде егер 16 болса, бірге 6-ны қосып, 7 деп түсіресіздер астына. Немесе 31 болса, 3-ке 1-ді қосып, 4 деп түсіресіздер. 28 болса, егерде енді мұнда 28 болған жағдайда 2-ке 8-ді қосасын 10. Біз бұл жерде тағы да әрі қарай жалғастырып қосындыны жасаймыз. 1-ге 0-ды қосып, 1-дің өзі түсетіндей қылып жағдай жасаймыз, яғни 1 цифраға дейін апарамыз. Екінші цифрамыз бізде тоже самы, осындай 8 жасаймыз. Так, үшінші цифра бізде 1-ге 9-ды қосамыз, 10. 10-ға 9-ды қосамыз, міне, 1-ге 9-ды қосамыз, 10. 10-ға 9-ды қосамыз, 19. 19-ға 7-ні қосқан кезде 26 шығады. Яғни 26 шықты бұл жерде. Біз не істейміз? 2 мен 6-ны қосамыз. Яғни тағы да 8 шықты. Үшінші цифрамызда 8 шықты бізде финансовый кодтың. Енді төртінші санын қалай анықтаймыз? Оны осы сандарды бір-біріне біріктіру барысында. 8-ге 8-ді қосамыз, 16. 16-ға 8-ді қосамыз, 24. 24 шығып тұр мұнан. Енді төртінші санды қалай анықтаймыз? 2-ге 4-ді қосамыз, 6. Онда бізде төртінші санымыз 6 шығып тұр. 88, 86 менің финансовый кодым, қаржылық код. Көп адамдар сұрайды, қаржылық кодты қалай пайдаланамыз деп. Достар, бұл қаржылық кодын, финансовый кодты біз $1 жаңағыдай осыны жазып, кошелекке сақтап қоямыз. Кошелектің ішінде удостоверением, немесе 3-4 суреттер, әртүрлі чек-листтер тұрмауы керек. Тек қана ақша по порядку. $1 жазылған осы финансовый код, немесе сары 4 бұрышты қағазға жазып қойсаңыздар да болады. Және банктық счеттар тұру керек. Артық дүние мүлдем тұруға болмайды. Кошелектің сонымен қатар қымбат былғары теріден жасалғаны да абзал. Себебі қымбат дүниені шақырады. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Алғысым шексіз. Ал бұл жерде тағы айта кететін жағдай, менің сәтті саным 6 болып тұр. Ендеше маған осы 6-ны 600 теңге болса да, 60 теңге болса да, адамдарға садақа тастасам, немесе банктық счетта 60 мың теңге, 666 мың теңге деген сияқты көп айналымда жүрсе, ақшаның келу потогын одан да жоғарылатады. Рахмет көп-көп. Сіздерге тағы да өтінішім, лайк және дизлайктарыңызды қойып өтсеңіздер. Финансовый кодтарыңызды егер есептей алсаңыздар, астарына жазып кетсеңіздер болады дата рождениемен. Мен сіздерге дұрыс-бұрыстығын тексеріп беретін боламын.